Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді әрі оңай жасалатын бомба болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа және де қант қажет болады. Алдымен миксермен немесе блендермен жақсылап араластырып аламыз. Құрамы ағарғанша дейін жақсылап қантымызды езіп араластырып аламыз. Ал оған дейін достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Одан кейін бөлме температурасында еріген сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бұл пирогты мерекелік дастарханыңызға жасасаңыздар, өте керемет сән беріп тұратын болады. Қазір видеоның соңына дейін қарасаңыздар, міндетті түрде фишкасын айтатын боламын. Какао, ұн және қопсытқышымызды бірден салып қойдым, елегіштен өткізіп. Оларды да жақсылап араластырып, бисквитіміздің қамырын дайындап аламыз. Ал салмасына творогымызды, оған қантымызды қосып, одан кейін ванилинді қосамыз. Және де міндетті түрде кукурузный крахмалымызды қосамыз. Және де бұл пирогтың құпия ингредиенті мен кокосовый стружканы қосқанды жөн көрдім. Бұл өте ерекше дәм беретін болады. Салмасына кокосовый стружканы міндетті түрде қосыңыздар. Жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде ешқандай миксердің қажеті жоқ, погружной блендердің қажеті де жоқ. Шанышқымен жақсылап езіп алатын боламыз. Құрамына бір жұмыртқаны қосуды ұмытып кетпеңіздер. Шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде қатты тестаны езіп жіберудің де қажеті жоқ. Себебі біз қазір бұл массадан шариктар жасайтын боламыз, домалатып, және де құрамын жақсы ұстайтын болады. Осы ингредиенттермен, осы белгіленген мөлшермен жасасаңыздар, құрамын жақсы ұстайтын болады. Осылай дөңгелетіп, өздеріңіздің қалауыңызша үлкен немесе кіші қылып жасасаңыздар болады. Алдын ала дайындап аламыз. Ал қажетті мөлшердің барлығы әдеттегідей описанияда жазылатын болады. Менде бұл пирогты жасаған формамның диаметрі 26 сантиметр. Сіз одан да кішірекке жасасаңыздар, биіктеу болып шығады. Бұл жерде мен тестамның жартысын бірінші құйып, одан кейін салмасын үстіне шариктарымды қойып шықтым. Ал сіздер бірінші салмасын салып, одан кейін тестаны құйсаңыздар да болады. Мен жартылай құйып, осылай жасадым видеодағыдай етіп. Одан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минутта пісіріп аламыз. Толықтай ортасы пісіп, өте дәмді болып шығады. Енді үстін қалауыңша әрлесеңіздер болады, бірақ міндетті түрде осы шоколадпен сәндесеңіздер, пирогыңыз одан сайын дәмдірек және де нәзігірек болып шығады деп айта аламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қонақтарыңызға, үйдегілердің көңілінен шығатынына сенімдімін. Ортасы толықтай піседі, өте дәмді және кескен кезде әдемі болып шығады. Ал ортасындағы салмасының дәміне мүлдем сөзім жоқ, өте дәмді, кәдімгі Рафаэлла қосылғандай болып сезіледі. Оның дәмін сезу үшін, ол үшін сіздер тез-тез осы рецептпен міндетті түрде жасап көрулеріңіз қажет деп ойлаймын. Ал рецепт ұнап жатса лайк басып, міндетті түрде пікірлеріңізді қалдыруды сұраймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.